Сәлеметсіңдер ме, балалар? Жаратылыстану пәніне қош келдіңдер. Сабақтың тақырыбы қозғалыс сыры. Оқу мақсатына негізделген сабақ мақсаты. Дұрыс дене сымбаттылығын сақтаудың маңыздылығын түсіну. Адамның қалай қозғалатынын, тірек қимыл жүйесінің қызметін білу. Бұлшықет жиырылуының қозғалыс үшін рөлін анықтау. Ендеше, балалар, бәріміз орнымыздан тұрып, әртүрлі қимылдар жасайық. Балалар, әртүрлі қимылдарды қайталайық. Аяғымызды алшақ қояйық, қолымызды алдыға созайық, жоғары көтерейік, жанына түсірейік, төмен қалыпты жағдайға түсірейік. Қайталайық. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Өте жақсы. Енді қолымызды кеуденің тұсына қойып, жартылай ішке толық сыртқа ашайық. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жақсы, балалар. Енді орнымызда жүгірейік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Өте жақсы, балалар. Адамдардың әртүрлі қимылын қозғалыс дейміз. Қимыл қозғалыс бұл өмір, деп грек ғалымы Вольтер айтып кеткен. Адамдар қимылға, қозғалысқа бейімделген. Біз сондықтан жүреміз, жүгіреміз, секіреміз, ойнаймыз, әртүрлі қимыл жасап, отырамыз, тұрамыз. Балалар, әртүрлі қозғалмалы ойындар ойнау, спортпен шұғылдану, дене сымбатының дұрыс қалыптасуына әсер етеді. Балалар, осы қимылдарды денемізде не атқаратын білесіңдер ме? Мұның барлығын сүйек бұлшықет жүйесі немесе тірек қимыл жүйесі бұлшықеттер атқарады. Адам ағзасында 650 бұлшықеттер, ұзын бұлшықеттер шеткі бөліктерде, қысқа бұлшықеттер қабырға арасында, жалпақ бұлшықеттер тұлға еттері, домалақ бұлшықеттер көз айналасында, ауыз және тік ішекте орналасады. Ең күшті бұлшықет шайнау бұлшықеті, ең кіші бұлшықет құлақ бұлшықеті. Тәжірибе жасап көрейік, шайнау бұлшықетін анықтайық. Балалар, бір алманы алып, жуып жейміз. Тамақ жегенде, шайнаған кезде ағзамызда қандай бұлшықет қозғалды? Иә, адам ағзасындағы ең күшті бұлшықет шайнау бұлшықеті. Балалар, мына суреттегі не? Иә, дұрыс, арқан. Өте жақсы. Балалар, арқан бірнеше жіңішке жіптен құралады. Бұлшықеттер де арқан сияқты көптеген созылған жіңішке талшықтан тұрады. Олар сүйектерге бекіп, оны қозғалысқа келтіреді. Балалар, есте сақтаңдар, бұлшықеттер жұп болып жұмыс істейді. Біреуі жиырылғанда, екіншісі босайды. Шаршамай ұзақ жұмыс істеу үшін бұлшықеттерге кезек пен күш түсіру керек. Балалар, тірек қимыл жүйесі, бұлшықет туралы не білдік? Ендеше бірінші тапсырманы орындайық. Ақиқат, жалған ойын арқылы білімімізді тексерейік. Берілген сөйлемдерге ақиқат немесе жалған деп пікір білдіресіңдер. Бағалау критерийі. Берілген 5 пікірге дұрыс 5 жауап берілсе, 10 ұпай есептеледі. Қаңқа адам денесін ұстап тұрмайды. Ақиқат па, жалған ба? Тексеріп көрейік. Жалған, дұрыс. Тірек қимыл жүйесінің қызметін бұлшықет пен қаңқа атқарады.
Ақиқат па, жалған ба? Тексеріп көрейік. Дұрыс, ақиқат. Ең мықты бұлшық ет құлақ ішінде. Ақиқат па, жалған ба? Тексерейік. Жалған. Дұрыс. Бұлшық еттер жұп болып жұмыс істемейді. Ақиқат па, жалған ба? Тексерейік. Дұрыс, жалған. Дене сымбаты үшін спорттың маңызы бар. Ақиқат па, жалған ба? Тексеріп көрейік. Ақиқат. Дұрыс. Балалар, берілген 5 сөйлемге де өз пікірлеріңді дұрыс білдірдіңдер. Балалар, бүгінгі сабақты қорытындылайық. Ол үшін сөздер банкісі ойынын ойнайық. Сөздер банкісінде берілген сөздердің ішінен бүгінгі тақырыпқа қатысты сөздерді теріп, біздің тақырып қорабына салыңдар. Бағалау критерийлері: тақырыпқа қатысты 7 сөз тапқан оқушы 10 ұпай, 6 сөз тапқан оқушы 9 ұпай, 5 сөз тапқан оқушы 8 ұпай алады. Ал тексерейік. Біздің тақырып қорабына түскен сөздер: адам, қаңқа, бұлшық ет, қозғалыс, дене сымбаты, жиырылу, шайнау бұлшық еті. Дұрыс. Бағалау критерийлеріне сай өздеріңе ұпай санын белгілеңдер. Тамаша, жарайсың. Балалар, денеміз сымбатты болу үшін үнемі дене жаттығуларын жасап жүруіміз керек. Үйде орындайтын оқу тапсырмаларың үйде, аулада, жаттығу залдарында қандай дене жаттығуларының түрлерін жасауға болады? Сол жаттығу түрлерін жасау. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.